Сәлеметсіздер ме тыңдармандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді Magic School деп аталатын жасанды интеллектпен таныстыратын боламыз. Соңына шейін болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен Google-ға Magic School деп осылай жазасыздар. Мына бірінші шыққан Magic School-ды таңдайсыздар. Тілін ауыстырасыздар. Қазақ тілі немесе орыс тілі. Енді қазақша қымыжы жасайтын болсаңыздар, тест жасайтын болсаңыздар, осы Magic School программасы бізге көмекке келеді. Міне тілін аудардым қазақшаға. Енді мына жерде тегін тіркелу деп тұр. Негізі Google аккаунтпен бұған тіркеліп алсаңыздар болады. Мына жерде студенттерге арналған және мектепке арналған тұр. Осы мектепке арналған таңдаймыз. Мынандай болып ағарады. Бұл программаның іші жаңартылған екен. Осының ішінде біз мектепке керекті сабақ жоспар деген таңдап аламыз. Міне, сабақ жоспары. Сабақ жоспарына класты таңдаймыз. Мысалы, 7-ші сынып дейді. Енді тақырыбын жазамыз. Мысалы, 7-ші сынып географиясында материктер мен мұхиттар географиясы деп жазсақ, осы тақырыпта бізге қымыжы жасап беретін болады. Енді бұған қосымша критерийлер. Бұл қымыжының ішінде қандай мәліметтер берілу керек? Яғни зерттеушілер, саяхатшылар мен зерттеушілер туралы білуіміз керек. Саяхатшылар мен зерттеушілер туралы білу керекпіз. Және де материктердің ауданы, иә? Материктер мен мұхиттардың көлемі дейік, иә? Енді критерийге көлемін білу керек. Тағы да басқа ерекшеліктерін анықтау керек деген сияқты. Көлемі, ерекшеліктер деп жазайық. Ерекшеліктерін анықтау дейік. Әр материктің ерекшеліктерін анықтау деп жазайық. Енді жасауды басамын. Бізге қазір қымыжының үлгісін жасап береді. Кішкене күтеміз. 1 минуттай ғана уақыт кетеді қымыж жасауға. Қымыжының бұл жерде бізге тапсырмасын жасап береді. Және сұрақтарын құрастырып береді. Мақсатын жазып береді. Енді бұл жасалған қымыжыны, қазақша қымыжыны біз өзіміздің мектепте пайдаланып жүрген сабақ жоспарын жасайтын қымыжының кестесіне салып аламыз. Жаңағы сабақ жоспарын жасайтын қымыждағы сөздердің барлығын осы жерге критерийге қойсақ болады, жасап береді. Міне, қарап тұрсаңыздар, мақсаты, ақпараттар, одан кейін тапсырмалар, одан кейін бізде үй тапсырмасы, сұрақтар барлығы берілген. Міне осыны аламыз. Яғни біз бұны қалай аламыз енді? Бұл қымыжына дайындап берген тапсырмаларды қалай аламыз? Міне мына жерде бөлісу белгісі тұр. Жеке бөліспеу деп тұр, жалпыға бөлісу деп тұр. Жеке бөліспеу. Өздеріңіз таңдайсыздар енді. Дайынды басамыз. Яғни бұл бізде компьютерге өзі көшіріліп түседі. Енді Magic School-да тағы не жасауға болады? Magic School-да тест жасауға болады. Көп таңдауды бағалау дейді. Енді мысалы 7-ші сынып дейтін болсақ, бізге тесттің санын 5, 10, 15, 20 қылып қарастырып береді. Мысалы 5 деп көрейік. Тақырыбын жазайын. Жаңағы саяхатшылар мен зерттеушілер дейік. Осындай тақырыпта бізге тест жасап беру керек. Енді күтеміз.
міне жасап жатыр. Қарап отырсаңыздар, айналасы 1 минутта болмайды. Міне тестті құрастырып жатыр. Бұл жасанды интеллекттің ерекшелігі Google'дағы барлық ақпаратты жинап әкеп бір жерден бізге көрсетеді. Ал бұл жасанды интеллект болмай тұрған кезде біз Google'ға теріп тақырыбымызды жазып, әртүрлі сайттардан өзімізге керегін іздеп отыратынбыз, иә? Жасанды интеллекттің ерекшелігі міне осында. Енді бұл тесттің тағы да өзіндік ерекшелігі, міне тест жасап бергеннен кейін соңғы жағында жауаптарын қоса береді екен. Бұны да осылай өшіріп аламыз. Міне, осылайша біз қымыжы және тест жасауды үйрендік. Бұл жерде көптеген функциялар бар. Алдағы уақытта көрсететін боламын. Менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып қойыңыздар. Соңына шейін тыңдағандарыңызға рахмет.